Жақсылық қылса жарты әлемге жар салмайтын текті қазақ армысың. Біреуге жапқан шапаныңмен өзіңнің жүрегің жылайды дейтін ізгілігіміз бұл күнде өңін өзгертіп бара жатқан жоқ па деп те ойлаймын кейде. Жақсылықты ниетпен жаса, есеппен жасама дейді. Жақсылығыңды міндет қылма, және оны жасыр дейді. Бұның бәрі ата қазақтың ықылымнан жалғасқан ізгілігі. Бүгінде жоқ жітікке жаны ашып, көпке үндеу салып, садақа жинап, жақсылығын асырып жүрген азаматтар көп. Оларға қолдау білдіргеніміз жөн. Дегенмен де кейде біз осы жақсылық жасауды да саудаға салып алған жоқпыз ба деген ой мазалайды. Сіз қалай ойлайсыз? Қылған жақсылығын жарты әлемге паш етіп, жарнамасын асырып алып жатқан жоқпыз ба? Жақсылықты жария қылмай жасасаң, алдыңнан шығары ақиқат қой. Тағы да халық даналығы алдымыздан шығады. Бір қария жер шұқып отырып, сандық тауып алады. Сандықтың аузында құлпы бар екен. Бұның ішінде не бар деп ашып қараса, ішінде кішкене жылан оралып жатыр екен. Сандықтың аузы ашылғаннан кейін жылан жерге түсіп, бір аунап үлкейеді, екі аунап үлкейеді, үш аунап алып жыланға айналады. Осы кезде жылан қарияға тап беріп, жеймін деп адамша сөйлейді. Осы кезде мазар жақтан 7 адам көрінеді. Оларды көріп қалған қария жыланға: "Тұра тұр, ана адамдар келсін, бәрімізді бірге жұтарсың" деп жыланды тоқтатады. Аздан соң әлгі 7 адам қарияның қасына келеді. Қария болған жайды оларға түсіндіреді. Келген 7 кісі: "Бұл кішкене сандыққа осындай алып жылан қалай сыйып жүр?" деп сенбейді. "Қане, қалай сыйдың? Көрейік" дейді. Сол кезде жылан бір аунап кішірейіп, екі аунап қысқарып, үш аунап кішкентай қалпына келіп, сандыққа сыйып кетеді. "Міне, осылай сыйдым" дейді жылан. Осы кезде күтіп тұрған 7 кісі сандықтың аузын жаба қояды да бекітіп тастайды. Осылайша 7 кісі қарияны ажалдан аман алып қалған екен. Сөйтсе, бұл 7 кісі қарияның жетім анамды сен көрдің бе? Сөйтсе, бұл 7 кісі қарияның жетім жесірге берген жетімнен қайырым екен. Садақа бәлекетке дәп болады деген тәмсіл осыдан қалса керек. Арабтың бір ғұламасы өздерінің қайырлы істеріңді, тіпті зұлымдықты, күнә, жамандықтарыңды жасырғаннан да қаттырақ жасырыңдар деп өсиет қалдырған екен. Кейде бәлен отбасыға түген үй алып бердік, жетім жесірді жарылқадық деп жар салып, жарнамамызды асырғанымыз Құдайдың ісіне араласқандық емес пе деп те ойланамын. Менің мақсатым заманалар алмасса да мызғымайтын халық даналығын сіздерге ғибрат қылу. Мал дүниесін болмаса атақ абыройын көрсету үшін жасалған жақсылықтың зая кетерін ұғынайық. Жақсылықтың үлкені де кішісі де болмайды. Құдай сенің жарнамаңа мұқтаж емес. Алладан басқа жоқ Тәңір Мұхаммед оның елшісі. Оқысаң Құран тәп-тәуір жаныңның жалғыз емшісі.